Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге выпечкасыз мандаринмен рулет жасаймыз. Ол үшін блендердің көмегімен печеньемізді ұсақтап аламыз. Печеньені өте қатты ұсақтамаймыз, крошкасын қалдырамыз. Дайын болған печеньемізге какаомызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді бананымызды блендердің көмегімен езіп аламыз. Осындай масса шығу керек. Дайын болған бананымызды печеньемізге қосамыз. Жақсылап араластырып тесто жасаймыз. Тестомыздың бетін орамалмен жауып, 20 минутқа тындырып қоямыз. Енді начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға творогымызды саламыз. Ванилинді шекер қосамыз. Мьотты қосамыз. Блендердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Творожный сыр қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Орташа 6 мандариннің қабығын ашып тазалаймыз. Столдың үстіне пищевой пленканы дайындап аламыз. Үстіне тестомызды қойып, бетін пищевой пленкамен жабамыз. Тестомызды жаямыз. Жайған тестомыздың үстіне мандариндерді қойып қарап аламыз. Орап қарап аламыз. Тестомыздың ені мен ұзындығын. Орағанда рулетіміз толықтай жабылу керек. Начинкамызды жағамыз. Тестомыздың шетін кішкентай ашық қалдырамыз. Мандариндарымызды қойып шығамыз. Ақырындап толығымен ораймыз. Барынша езгілемеуге тырысамыз. Пленкамыздың екі шетін бекітеміз. Рулетімізді морозильникке 2 сағатқа салып қоямыз. Дайын болған рулетімізді ыдысқа салып әсемдейміз. Алдын ала ертіп алған шоколадымызды жақшамыз. Өз қалауыңызша әсемдеуіңізге болады. Рулетімізді қатты өткір пышақпен кесеміз. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Жансая. Достар, маған тіркелуді ұмытпаймыз.